Баршаңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздерге трайфлдың жасалу жолын көрсетемін. Бұл трайфлды бір жесең жегің келе беретін трайфл болып шықты. Бисквиті де прям жұмсақ болып шықты. Ал кремі болса воздушный, ганашы прям ерекше болып шықты. Ішіне банан қосып жасаймыз. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен құрғақ өнімдерімізді дайындап аламыз. Ұнға какаоны қосамыз. Және бұл жерде сода мен разрыхитель араласқан. Осы екеуін де саламыз бірден. Және де жақсылап араластырып аламыз. Енді миксердің ыдысына жұмыртқа мен қантты салып, жоғарғы жылдамдықта тура 5 минут миксерлейміз. Егер де сіздерде қол миксері болса, ондай болса 6-7 минуттай уақыт кетеді. Дәл осындай аппақ болып көтерілгеннен кейін жылдамдықты төмендетіп, сұйық май мен және сүтімізді құямыз. Ал енді құрғақ өнімдеріміздің барлығында осылай қасықтап сала отырып, біркелкі болғанша миксерлейміз. Тестамыз дайын болды. Дәл осындай масса болу керек. Енді осы массамызды 30-40 деген формаға құямыз барлығында. Одан кейін қызып тұрған пештен 180 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Бисквитіміз дайын болды. Бисквитті енді 5-10 минуттай суытып алуымыз керек. Қараңыздаршы, бисквит қандай керемет болып шықты. Бетіндегі пленкасын мен алып тастаймын. Бұның керегі жоқ. Өзі бір әдемі болып шықты. Дәл осы бисквиттен қыздар 16-17 стакан трайфл шығады. Қараңыздар, қандай керемет болып шыққан бисквит. Енді бисквитті 5-10 минуттай суытып алғаннан кейін қолымызбен осылай үгітіп шығамыз. Енді үгітілген бисквитке осылай пропитка жасап шығамыз. Пропитканы былай жасайсыздар. Сүтке қантты салып, жақсылап араластырып, одан кейін 1 минуттай қайнатасыздар. Қайнатып болғаннан кейін оны суытып, осылай бисквитке қолданасыздар. Неге именно сүтті қолдандыңыз десеңіздер, трайфлға сүттен жасалған пропитка өте керемет болып шығады. Негізінде сумен жасалған пропитканы да қолданса болады, бірақ сүтпен ерекше болады. Енді қыздар трайфлды ары қарай видеодағыдай етіп жасап шығасыздар. Трайфлға кремді мен тура молочная девочка тортындағыдай етіп жасадым, өйткені ол крем воздушный болып шығады. Трайфл өте нәзік желіну керек, сондықтан воздушный крем өте күшті болып шығады. Сондықтан осы тура молочная девочканың кремін қолданыңыздар. Ссылкасын астына жазып қалдыратын боламын. Енді осының үстіне бананды қосып, бананымызды салып болғаннан кейін ганаш жасап болам дегенше бұны тоңазытқышта кішкене ұстай тұрамыз.
Ал енді қыздар шоколадный ганашты жасайтын болсақ, шоколадқа сары майды салып 33-35% сливкиді құямыз. Одан кейін микротолқынды пеште ерітеміз. Микротолқынды пеште ерітетін болсаңыздар, каждый 10-15 секунд сайын алып араластырып отыруларыңыз керек, әйтпесе шоколадтарыңыз күйіп кетеді. Немесе ыстық буда ерітсеңіздер де болады. Осымен трайфлымыз дайын болды. Енді бір 5-10 минутқа тоңазытқышқа салып алып, шоколадын қатырып алсаңыздар болады, немесе осылай қатырмай жіберулеріңізге де болады. Енді қыздар, ары қарай өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әсемдеп жасап көріңіздер. Ұнап жатса комментарийға жазып қалдырыңыздар өз пікірлеріңізді. Мен қона-қона сіздердің комментарийларыңызды оқып, сіздерге де жауап қайтарып отыратын боламын.